Сәлем достар, егер сіз бұл видеоны көріп отырған болсаңыз, демек нәтиже бар деген сөз. Бүгін біз сәбіз егеміз. Бұл сәбіздердің 6 түрі. Оны мына жерге егеміз. Жерді біріншімен аударып, тармалап, арамшөптерінен тазартып алдым. Қазір бұған тыңайтқыш сеуіп, және осыны егеміз. Арнадан ажырамаңыздар. Достар, мен қазір жерге минералды, азотты, фосфорлы тыңайтқыш сеуіп шығамын. Негізі бұл жер былтыр аударылып, ана нелер перегной дейді ғой, шіріген көңді сеуіп қойғанбыз. Сонда да мына тыңайтқыш артық етпейді. Былай аламын да сеуіп шығамын былай. Енді жерді тағы да бір тармалап шығамын. Енді осы сәбіз шығып жатса, мынаның айналасын былай қоршап қоямын. Суды жаңағы су шетке ағып кетпейтіндей айналасын қоршап қоямын. Ал құрметті көрермен, мінекей жеріміз дайын. Енді біз егуді бастайық. Қолымызға қолғап міндетті түрде киеміз. Менде сәбіз тұқымдарының 6 түрі бар. Бұның қайсысы шығып, қайсысы шықпайтынын білмеймін. Сонда да егіп көрейік енді. Енді бұларды мен ажырату үшін мынандай арнайы таяқшаменен белгілеп, атын жазып белгілеп қоямын. Бұл сәбіздердің 6 түрін алдым, енді көреміз қайсы шығатын, қайсы шықпайтын. Бәрі шығып кетсе тіптен жақсы. Достар, ал кірсейік енді. Мынандай темір ұзын таяқша алдым. Бұл маған түзу сәбізді отырғызатын ұяшық жасау үшін. Достар, 1-2 сантиметр болса болады. Мына жерге қазір сәбіздің тұқымын себемін, және басына жаңағы нені қойып қоямын. Белгілерін қойып қоямын, аттарын. Достар, менде 18 ұяшық пайда болды. Енді осыған, егер мынаның ішіндегі тұқымдар бірдей болса, онда 3 ұяшыққа бір түрінен егемін да. Достар, мынандай ұрығы. Мен бұны енді жиілетіп себе саламын. Содан кейін жиі болғаннан кейін аман есен шықса, одан кейін арасын сиретемін. Так, менде артылып қалды. Мынаны қайтадан салып қоямын. Жақсы шығып жатса, онда тағы да отырғыза саламын. Мінекей жазып дайындап қойдық. 1, 2, 3. Мына жерге алып қояйын. Ал енді мынаның бетін былай жауып қоямын. 1, 2. Мінекей. Олай бетін жаба саламын. Осылай белгі қоя салайын. Ал өсіңдер сәбіздерім. Аман есен. Барлық сәбіздер егілді. Атап айтқанда бессердцевинная, император, витаминная, самсон, сентябрина және амстердамская деген 6
сортты сәбіз егілді. Қазір достар, енді мен бұған су себемін. Содан кейін бетін желден, күннен қорғау үшін әзірге агроткальмен жауып қоямын. Сонымен достар, мінекей біз сәбізімізді егіп болдық. Кішкене жел көтеріп жатыр. Сәбіздің бетін осылай спанбондпен жауып тастадым. Күнделікті келіп, ылғалдығын несін тексеріп тұрамын. Армысыздар достар. Мінекей осылай қылтиып сәбіздер шығып жатыр. Мінекей. Қалай еккенімді көрдіңіздер. Бастан аяқ сіздерге көрсеттім. Сол ауа райы да өте қолайсыз болып, салқын болып тұрды. Тұрып әйтеуір шықты сәбіздер. Мінекей. Кейбір жерлерге өте жиі шыққан, кейбір жерлерге осылай сиректеу болып шыққан, арасынан әлі де шығып жатыр. Жалпы бүгінгі сәбіздің түрі осындай. Достар, демек, мына біздің қолданған әдісімізден нәтиже бар екен. Сондықтан сенімді түрде қолдана берсеңіздер болады. Содан кейін мына сәбізді еккенде күн түсетін жерге еккен дұрыс екен. Себебі мына жақ Алакөлеңке жақта көрдіңіздер, өте сирек шыққанда, ал мына күн жақсы түсіп тұратын жерге сәбіз енді жақсы шығыпты. Бәлкім бұл сортынан да болар. Мен 6 түрін отырғыздым ғой. Сол 6 түрінен бәлкім мынау бір көктеу жақсы сәбіз шығар дей тұрғанменен 100% сәбіздер шықты. Мінекей достар, аманшылық болса, енді күзде бұлардан алған өнімімді түсіремін. Айнұрдың саяжайымен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, бақшаларымыз жайнай берсін. Басқа да видеоларды көріп, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Білгенімше жауап беремін. Бұл қазақ тілді контент Айнұрдың саяжай арнасы. Сау болыңыздар.